Всем привет, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Адылайда. Короче, мен қазір Гильямның балаларына, яғни үш ұлына логический сұрақ қоямын. Вот. Короче, сол видео солай. Все, кеттік, басталды. 2 hours later. Логика. Так, логикалық қандай сұрақ қойсам болады сендерге? Тапақ айтып беріңіз. Ой, бай, құмаш. Логический сұрақ, міне, айтам. Қараңдар, дұрыстап естіңдер. Так, қай сөз әрдайым дұрыс болып естіледі? Я деген сөз. Дұрыс. Нұртөбе тапты, лучший. Болмайтын сұрақ қой. Аузыңды жап ше. Не сұрақ қой? Қиын бір сұрақтар қоймайсың. Қиын. Қара, қара. Тағы да екінші логический сұрақ. Айгерімнің әкесінде 3 қыз бар. Гүлсая, Жансая және... Айгерім. Хорош, Нұртөбе. Басқасы ма? Қара, енді мынандай сұрақ. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады, то есть. Адамның аты. Дұрыстап айт. Адамның аты. Тоқса тұр, қайтан айтам. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Адамның аты ғой? Мүше. Мүше. Ол сіздің есіміңіз тапас. Есім, ат қой сол. Мен айттым ғой, адамның аты деп. Почти дұрыс. Үшкені сорын. Да, кеттік. Нандай. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Жоқ. Айта алар. Жоқ. Құсқа жатады ғой. Жоқ, қараңдар. Да, дұрыстап қараңдар. Логический сұрақ қой, қараңдар. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Айта алмайды. Сөйлей алмайды ғой малсын. Кефир тапты. Лучший кефир тапты. Сөйлей алмайды ғой, құлашынан. Өзі құсқа жатады деп бәлі. Қара, енді қараңдар. Аш қарынға неше стакан айран ішуге болады? 2. Ішуге болмайды. Не үшін болмайды? Болады негізі аш қарынға. Қара, қайтан айтам. Аш қарынға неше стакан айран ішуге болады? Айран тамақ жеу керек қой қарынға. Мен айран жайлы айтып отырсам, аш қарынға тамақ дегеніз. Құмаш, аш қарынға су ішесің ба не сен, как будто барып айран ішесің? Логический сұрақ. 1 стакан один. Дұрыс, Уалихан тапты. Білем ғой. Мықтысыңдар. Тренировкадан кейін ішмеймін да, просто десеңіз. Так, кеттік. Қараңдар, енді ең соңғы логический сұрақ қараңдар. Сиыр неге жерге жатады? Жатқысы келетін шығар. Ұйықтағанда. Сиыр неге жерге жатады? Адам туғанда деп па, сиыр туған, бұзау туғанда. Құмаш. Айтайын ба? Тоқта. Да, ойланыңдар. Сиыр неге жерге жатады? Жерге жатады, сиыр. Мал ашина жатады ғой. Шашаған кезде жатады. Құмаш. Тама жеп. Да. Тама жеген кезде. Жоқ. Тұрып жей береді ғой. Отырып та жей береді, жатып, то есть. Жоқта, сиыр неге жатады деймаш? Сиыр неге жатады? Жатпайды. Ұйқы көретін шығар. Таппадыңдар ма? 4 түлік малға. Топас. Қара, мен сұрағымен жауабын қара. Бірде айтам, қара. Сиыр неге жатады, өйткені отыра алмайды? Ол 4 түлік малға. Раяна, біз соған сұрақ қойсақ, сен Google-дан іздеп отырсың ғой? Сосын Google-дан іздеп сұрақ қой. Сен де білмейтін едің. Ну, енді сендер Google-дан логический сұрақ қойып отырмын ғой. Кетші бара, ренжідім. Тағы қойын ба? Так. Бір бұқа 5 литр сүт беретін болса, 5 бұқа қанша литр сүт береді? Бұқа бермейді. Малдар. Ойшак бастар. Айтып алсың, сен білін. Так, енді қараңдар. Жабық көзбен нені көруге болады? Түн. Қара түнек. Жабық көзбен нені көруге болады? Түс көруге. Түс көруді дейсің ба? Дұрыс.
Қараңдар, енді тағы да сұрақ. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Жоқ, күн бар ортасында. Бір күн болады, короче. Түсіндіре алмаймын, бірақ болмайды. Жауады. Жоқ, қара, тоса тұр. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Болады, жауады. Мүмкін емес. Өткені бір күн қатшы. болады, ниетіне. Нұртоба, сен кішкене жақын келе жатсың, бірақ қайта айтып жатсың. Бір күн жаңбыр қойғаннан кейін. Қара, қайтадан жауап пен сұрақты қара. Бірінші сұрақты айтам, жауапты бірге айтам. Қара. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Жоқ, өйткені олардың арасында түн бар. Мен айтып, почти жетіп тұрмын ғой. Қайта айтам. Енді келесі логический сұрақ. Автобус ауылға жүріп келе жатыр. Ол қарама-қарсы бағытта келе жатқан 3 автокөлікті көрді. Ауылға неше көлік бара жатыр? 1. Автобус қана. 3. Автобус ғана. Қара, қайтадан айтам. Автобус ауылға жүріп келе жатыр. Ол қарама-қарсы бағытта келе жатқан 3 автокөлікті көрді. Ауылға неше көлік бара жатыр? Бара жатқан жоқ. Біреу ғой. Бара жатқан жоқ. Автобус ауылға бара жатса, біреу. Қарама-қарсы 3 машина келе жатса. Ауылдан кетіп жатыр 3 машина. Автобус келе жатыр деген ауыл. Дұрыс, біреу ғана. Дұрыс. Келесі. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның 2-ін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 2. 4. Қайта айтам, қара, Нұртоба, қайта айтам. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның 2-ін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 6 қалды. 2. Бояп қалды да қала береді ғой, орындық болып, алып самайды ғой. Дұрыс, 6 орындық қалды. 6 мен деген оған мектепте бар ғой, краскілеген кезде отырып қойған мен. Содан кейін ойланып отырғам ғой. Так, келесі сұрақ. Оқушы мектепке 15 минутта жетеді. Ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақытта өтеді? 15 минутта. Оқушы мектепке 15 минутта жетеді. Ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақытта өтеді? 15 минутта өтеді. 5 минутта. 15 минутта өтеді. Дұрыс 15 минутта өтеді. Айттым ғой мен біріншісінде 15 деп. Топас. Болмайды. Так, жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Тақыр бас адамның. Дұрыс. Сразу айтады. Өткен. Мынау точно логический сұрақтар ба? Иә. Так. Алdım. Қандай сұрақтар қойсам болады? Қара, ең қиын сұрақ енді сендер нетесіңдер. Не жерден алмауға болады? Жерден не алмауға болады? Жерден не алмау? Жерден. Тастан не алмауға? Жерден не алмауға болады? Иә, жерден не алмауға болады? Тасты ала аласың ғой? Шөпті де жұла аласың, топырақты да ала аласың. Жерден не аламайсың? Өзіңді аламайсың. Айтайын ба? Тоқса. Ойландар. Жерден не аламайсыңдар? Өзіңді аламайсың, тоқса. Көлеңке Дұрыс, пайды. көлеңкеңді аламайсың. Өзіңді аламайсың. Ет покатно. Қараңдар. Ең соңғы логический сұрақ. Ең жақсы не? Ең қымбат нәрсе қандай? Ең қысқа не? Ең тәтті не? Қайтып айтшы? Қайта. Ең жақсы не? Ең қымбат нәрсе қандай? Ең қысқа не? Ең тәтті не? Ол сендерге байланысты, короче, сендер. Қараңдар. Ең жақсы не? Ең қымбат нәрсе қандай? Ең қысқа не? Ең тәтті не? Ең жақсы адам. Құмаш еттің. Жоқ, бір зат қой, тек бір зат. Иә, бір зат, тек қана бір зат. Общий осының бәрін қосасыңдар. Қымбат нәрсе, жақсы нәрсе, қысқа нәрсе, тәтті нәрсе. Өмір? Өмір, топас. Өмір ғой мен әкең.
Бля, енді біліп жатырмын тупой екенімді. Өмір. Қысқа болады. Тупой екенімді енді біліп жатырмын мен. Тупой екенмін ғой қазір. Так, қара. Ең соңғы сұрақ. Балық қай жерде жоқ? Аспанда жоқ. Балық қай жерде жоқ? Жоқ. Аквариумда. Балық деген. Аспанда ғана жоқ, походу. Балық қай жерде жоқ? Құрлықта жоқ. Бәле. Ей, кішкене ойламай шешім. Келесі сұрақ. 40 дауысты сөзді атаңыз. 40 дауысты? 40 дауысты сөзді атаңыз. 40 дауысты сөзді атаңыз. 40 дауысты сөзді атаңыз. 40. Аха, дұрыс. 40 деп бля қойсын. Так, әрдайым не көбейеді және ешқашан азаймайды? Уақыт. Жоқ. Өмір шеше. Не сұрақ? Сендерге байланысты бұл. Әрдайым не көбейеді және ешқашан азаймайды? Не ол? Әрдайым не көбейеді? Ешқашан азаймайды. Ол бізге байланысты ол сұрақ. Бой ғой пайды. Жоқ. Бой түсіп өсуі де мүмкін ғой. Өсіп түсуі де мүмкін ғой, Құмаш. Аяқтың размері. Ауыратын ол. Айтайын ба? Жас, біздің жасымыз. Әрдайым не көбейеді және ешқашан азаймайды? Біздің жасымыз азаймайды ғой, көбейеді ол. Мен өліп кетуім мүмкін ғой мен. Өзенде қандай жылқылар жоқ? Өзенде қандай жылқылар? Өзенде қандай жылқылар жоқ? Болмайды? Өзенде қандай жылқылар жоқ? Не сұрақ ғой? Білмеймін. Өзенде қандай жылқылар жоқ? Қандай жануар ма, жылқы ма? Өзенде қандай жылқылар жоқ? Намы, бля. Мал бағатындар білу керек. Айтайын ба? Айт. Құрғақ жылқылар жоқ. Құрғақ жылқылар жоқ, құрғақ. Шығып кетемін сан. Келесі. Қашан жуады? Туылғанда? Басқа сөз. Мысықты адам жумайды. Адам жумайды, вот именно ол өздерін жуады, бірақ мысықты қашан жуады негізінде? Анасы жуады. Туылған кезде? Туылған кезде? Дымқыл кезінде жуады. Ой, бля. Дымқыл деген не? Тубой екенсіңдер ғой. Дымқыл деген зат қандай? Бля, қалай айтсам ғой? Группаны қайта ашайық. Так, видеом бітірейік осы. Так, осымен бізде логический сұрақтардың видеосы бітті. Так что ұнаса... Аузын жапшы. Так что лайк басыңдар, комментария жазыңдар. Все, всем удачи, всем пока-пока. Всех люблю. Бой боламыз ғой, видео.